Сіздер парларыңызға қарамасты сәл арырек тұрыңыздар. Ана жұрт көрсін арырек. Парларыңызға ауысып қойын. Напротив тұрасыздар ғой. Ал енді мынау сіздердің алдарыңызда деректі фильм. Біздің ата-бабаларымыз қызды қалай алып қашқан деген фильм. Енді қазіргідей ол кезде лимузин, иномарка деген болған жоқ. Білесіздер. Ол кезде қыздармен алып қашқан жігіттер атпен, бәрекелді. Енді мынау атпен алып қашу үшін аттың состояниесі мықты болу керек. Оны біз қайдан білеміз? Оны біз жылқының кісінеген даусынан білеміз. Қазір біздің жігіттер жылқының кісінеген даусынан салып береді. Егер де қазір десе ол біткен жоқ. Ол қыз алып қашуға жарамайтын жоққа. Олар болса біз қанекей жылқылардың состояниесін тексерейік, қандай екен. Өздерінен бастайықшы. Жылқының кісінеген даусынан салып берейікші. Ағайын шабаланбасаңыздар салайын ба? Қашы өте қашы әне? Ал енді. Мен әшін айнасам, дұрыстап салуын. Мен есек даусы, бізге есек емес. Бізге жылқын даусы керек қанайын. Былай істеген ба? Қара, сен ана бір қорада былайдықта 5 бие бар. Енді біз ғой, ұрғашы бие. Жалғыз айнас. Яғни биелерді аулап жүрген арман жоқ, жылқын даусы салайыншы. Жылқы сөйлемейді. Қабылдай салайыншы бәрекелді. Ал, келесі жылқы қанайын. Аяқ жағы жүріс қайна бұл. Ағына бір керек. Бәрекелді қабылдайды. Біріншіден қарады нормально, е? Ал, келесі. Бола ма? Болды ма? Ал, қолы жылда. Екі әншіні өлім. Қыстап бәрекелді. Сен болғызға мен самай бұлды. Бәрекелді. Енді ағайын біздің жігіттер амалға қыз алып қашпай. Дұрыс па жігіттер? Біздің жігіттер өнерді қыздар алып қашар. Ал біз қыздарымыздың өнерін қалай тексереміз? Біздің қыздар қазір ешкінің маңыраған дауысын салып береді. Ал, біліп отырып көрттім мұна. Мына жақтан бастап қой, жоқ, о жақтан бастайық. Ешкінің маңыраған дауысын салып беріңізші. Бәрекелді тамаша болады ғой. Келесі қанекей. Бәрекелді тамаша. Сауғашты қанекей. Не ме? Сен құрттың ғой аяқ жағында. Тойда мән деп айтуға olur ма? Кішкене толқын болсын ба деген кішкене. Мән деген ұят болады тойда. Жынды болады ма? Кішкене толқын қаяқтан да бірде өп кетті. Үш қыз әдемі салды мінекей. Тамаша. Жарайды. Бәрекелді біздің ешкілерге, ешкі деппін ғой, қыздарға бір қошемет ақ қойыңыздар ағайын. Ал енді жігіттер, қазір дайындық. Қазір бір деген кезде атын жалмастаймыз, бір дегенде, екі дегенде секіреміз, үш дегенде сабаймыз, төрт деген кезде тықатық көтеріп қыздарды айқап келеміз. Келсіз қойын, қазір дайындық, репетиция. Ал, кеттік ал. Бір, екі секіреміз. Өтіргіне сап аппарат. Аты жерде жатыр әшейін дей сап. Ат деген биік емес, аяқ көтермейміз ба? Қайтадан бастан репетиция, дайындалып алайық. Ал, кеттік ал. Бір, екі секіреміз, үш сабаймыз, төрт деген кезде кетеміз. Өй, тоқта! Мен репетиция деп айтып тұрмын ғой, дайындық деп қазақшасын айтып жатырмын, орысшаны айтып жатырмын. Дайындық репетиция дедім. Ал енді бастаймыз. Кеттік енді. Енді кетеміз. Бір, балаларыңыз абайлаңыздар, басқа да қаштыр. Жылқылар жаман. Екі, үш, төрт, кеттік ал. Шап, әне шауып бар. Көтер. Құлаққа барды, көтер. Ай, бәрекелді. Рахмет. Не өкпетті ағай мұнау? Айналайын дұрыстау намайды, кішкене амайсыз да қыздар сияқты. Не болды ағайын? Ауылға 3 қыз аман-есен жетті. 3 қыз. Біреуі жолда авария болып қалды. Сүйріп кетті содан кейін. Бәрекелді, оң қолымызды көтерейік, бері тұрыңыздар, оң қолымызды көтеріп жүрейік. Оң қолымызды басымызға қояйық былай, енді былай істейік. Молодец, жақсы ойнайды екенсіздер. Бәрекелді, дастархан басына жайғасыңыздар.
осылай. Ал нағашыларға неге кімнен бастаймыз? Бекар, onlar Апа, тойларыңыз құтты болсын. Құдағи, да, Ерболат, Мұқан, тойларың құтты болсын. Мына екі кішкентайлардың қызығын көріңдер, дендері сау болсын, үлкен жерден көріне берсін. Достарының артынан ол қыз еле берсін деп тілейміз. Жизнь, папа, здравствуйте, молодцы, Адер, аман-есен, ем сау болуға жүресің, дендер сау аман-есен өсіп, сіздерді қызықтарына бөле берсін. Ем азамат болсын, ем ауырмасын, бақытты болыңыздар. Бәрекелді рахмет. Айтқан жеңгендеріңіз қабыл болсын, әрқашанда пейілдеріңіз кем болсын, егдегіттарыңыз кем болсын, сіздерге жаман ойлағандардың 12 мүшесі кем болсын, уайымдарыңыз жоқ болсын, тамақтарыңыз тоқ болсын, ішкендеріңіз тек қана наурайы соқ болсын. Ал енді істейміз. Билейміз. Бәрекелді олай болса қанекей. Быт-шыт би болсын нағашылардың орындауында. Сый-сапат алғанды содан кейін. Iya. Alғашқы махаббат басталады сабақта, күндей таза көңілі қардай аққан парақта. Ең алғашқы махаббат басталады сабақта. Сенбемейлің, сенмейлі, ең алғашқы махаббат бірін-бірі көрмейді. Айта алмасым ертеде, айта алмасым шешеттей бір жарып, бұзып жарып сен тоңды. Ең алғашқы махаббат болу керек еді.
кәнекей отырайық қазір бір достан кейін бәріміз ортаға шығып кетейміз. Қазір дастархан басына. Мына жақта адамдар қайда? Келіп отырсаңыздаршы кәнекей. Отырдық па? Мынау ағай бір күні бір ауылға дейін келісіп жатыр дейді. О ағай, келісіп жатыр бұл жақта. Сен білесіздер ғой, келісіргеннен кейін ауыл шулай. Бір апамыз келісірген жаңа көрші апамыз қалады дейді. Ойбай көршім-ау, мына келісіріп жатсаң енді қолымыз ұрған шығар десе, жаңа келісірген апамыз айтады дейді. Ойбай көршім, қолымыз ұрғанда страшно сұрып кетті. Дадығыз столдың бер жағында отырып, ар жағындағы шайды өзім тегіп жібердім дейді. Bir апамыздың туғаны болып жатса, 3 қызы тілек айтып жатыр дейді. Бірінші қыз айтады дейді, мама, мен сізге 200 жастаймын. 200-ге келіңіз десе, екінші қызы шығып, мама, мен сізге 150 жастаймын. 150-ге келіңіз десе, үшінші қызы шығып, мама, мына екі әпкем қателесіп кетті. Мен сізге 200-де, 150 де тілемеймін. 100-ге келіңіз, 100-де нормально десе, мына жақта отырған келіндер айтады дейді, мына қыздары өздері бақпаған соң оттай береді екен. Олай бұнда келінен сақтасын. Жаңағы келін үйге түседі, үйге түскеннен бөлме деген сап-сары сарғайып кеткен. Келін ойлайды, қой, мен мына үйге бір генеральный убор жасап үйді ақтап шығайын дейді. Себебі жаңағы келін үйден шот таппайды. Себебі келін көзі қайната сақал өсіп кеткен, атасы айтып жатыр дейді, адау, мына сақал сіз не істейсіз? Одан маған беріңіз. Мен онымен шөш жасап үйді ақтап шығайын деп, қайната сақалын кесіп алып, шөш жасап үйді ақтап шықты. Бір кезде қол жуайын десе үйді оңайлы трәк таппайды. Келіннің көзі тағы да атасы шалбар асып кеткен. Адау, мына шалбар не істейсіз? Қазір шалбар деген модтан қалған. Лучше мен сізге шорты жасап берейін деп, атасы шалбарын кесіп, шорты жасап қалғанмен пол жүрсіпті. Енді кешкі жақын сағат 10-да баласы жұмыстан келсе, аңгесі шифонерше дірілдеп отыр дейді қорқып. Ана бала түсінбей қалған папасын сұрап жатыр, папау, не болды сонша дірілдеп? Неғып отырсыз кішкентай бала сияқты шифонердің ішінде десе, әкесі айтады дейді, балам үндеме. Жаңа сақал кетті шөткі болып, дамбал кетті трәккі болып. Жаңа келін нан елім жұмыртқа жеп, содан тауып отыр деген. Құдай бұнда сақтасын, бір апамыз бен бір ағамыз енді түнде бір 12 болса керек, кино көріп отыр. Телевизор көреді, телевизор қосып қапты. Енді 12 кезінде білесіздер, ұрыс кино көрсетеді. Бір кезде телевизордан мыстан кейін бір уа деп ат шықса, әйелі қорыққаннан күйеуінің мойнынан құшақтап алыпты. Мама, мама, мама деді. Сөйтсе күйеу айтады дейді, шешеңді енді тамағын баққандады дейді. Аңымыз әңгіме тұр, құдай салды ондай. Бір апамыздың жаңағы 3 күйеу-баласы бар дейді. О 3 күйеу-баласы сынайын деп апамыз үлкен күйеу-баласының үйіне барды. Үлкен күйеу-баласының есігінің алдында өзен ағып жатыр. Апамыз, осы менің үлкен күйеу-балам. Мен суға кетсе мені құтқарар ма екен? Құтқармас па деген оймен үстіндегі көйлегімен, пешпетпен калешін суға қойып берді. Сөйтсе үлкен күйеу-баласы көршілерін шақырып, енесі судан аман-есен құтқарып қалды. Таңертең үлкен күйеу-баласы тұрса, есіктің алдында су жаңа Жигули тұр дейді. Жигулидің терезесіне жазып кеткен, енеңді судан аман-есен құтқарған үшін енеңнен саған сыйлық деп. Енді апамыз екінші күйеу-баласынан деп, екінші күйеу-баласын үйіне береді. Оның да есігінің алдында өзен ағып жатыр. Апам сол әдеті бойынша суға қойып кетеді. Екінші күйеу-баласына достарын, туыстарын жинап, енесі судан аман-есен құтқарып қалады. Таңертең екінші күйеу-баласы тұрса, есігінің алдында су жаңа Москвич тұр дейді. Москвичтің терезесіне жазып кеткен, енеңді судан аман-есен құтқарған үшін енеңнен саған сыйлық деп. Енді апамыз үшінші бұзық сотқар күйеу-баласының үйіне келеді. Оның да есігінің алдында өзен ағып жатыр. Апамыз сол әдеті бойынша суға секіріп кетеді. Бірақ енді өтірік батам деген апамыз судың ағысы қойсын ба? Апамызды шынымен батыра бастайды. Ана апамызға жан керек айқайлап жатыр дейді, ей балам-ау, күйеу балам-ау, құтқармайсың ба мені десе, жаңағы бұзық күйеу-баласы аяғын суға салып қойған, аузында бүршек темекі бар, ойланып тұр дейді, енемді құтқарсам ба екен, құтқармасам ба екен. Ана үлкен күйеу-баласы қарды, оған Жигули берді. Екінші күйеу-баласы қарды, оған Москвич берді. Мен құтқарсам маған Запорожец береді, или мотоцикл береді. Маған оның Запорожцында, мотоциклында керек жоқ деп, енесі сенде тастап лақтырып жіберді. Сонымен енесі суға батып кеткен, енесі суға батқан тойлаған бұзық күйеу-баласы түнімен ішіп, таңертең басып алып есікті бір теуіп ашса, есіктің алдында су жаңа шесте сотой 2010 жылғы Мерседес тұр дейді. Мерседестің терезесіне жазып кеткен, енеңді суға батырып өлтірген үшін қайнатаңнан саған сыйлық береді. Қайғындайдан күйеулеріне сақтасын, ал олай болса бізден тілек ниетімізді ары қарай жалғастырып, сөз кездеген Бекмұраттың нағашысы Бибахан апа, Ләззат апа, Бақыт Айнагүл және тойымыздың балалар қауымы Айтжан, Айнұр атты қонақтарымызды шапалақтың шаттығымен музыкалық рахмет шақырамыз. Келіңіздер ғанекей. Бекмұраттың нағашыларымен құдалар қауымы.
сүйкімді бір түйенің ботасындай, шамшының әнге қосқан нотасындай, күлімдеген көздеріңізден айналайын, тура Зита мен Гитаның төбесінде болған апағана кетамаштай өзіңіздің. Өзімізді таныстырайық. Күнменен сөйлеп шығып, нағашы, жиен болатқандар, ол Ерболат пен Бекболат Бекболат пен Ерболаттың туған шешесі біздің апамыз болады. Бекболат пен Ерболат бізге жиен болады. Одан туған Гүлназ bizim kızımız var, Gülnaz'dan tuğan жиен, o da жиенimiz ғой енді. Мен айтайын деп тұрғаным, күніменен осы сөйлеген жастардың бәрі енді қайдан білсін? Жаңағы кішкентай мираспенен жаңағы кімнің Жасминнің нағашылар деп жатыр. Мына жолына ретіне келгенде алдыменен жаңағы Ерболатпенен Бекмұраттың нағашыларына беру керек сөзді. Бізге келіп орта жағында беріп жатыр. Апа, қалай тойыңыз құтты болсын. Мен мынау жастардың ойында болсын деп айтып жатырмын. Алдыменен ана үлкен апаларынан бастап беру керек қой енді. Мен ғой айтып ортасында болса да бір сөзге болғанда рахмет. Қап кете біздері уайымдырып отыр. Тойларыңыз құтты болсын. Мына тұсауын кесейін деп отқан екі жас өсе берсін. Әке шешесіне мейірімді болсын. Осынша жинап отқан адамдар сол екеуінің арқасында ғой енді. Екеуінің жасы ұзақ болсын. Мынау тойлар құтты болып, осы отырған бәрілердің де дендерін сау болып, балалар отбасыларын аман болып, бәрі осындай қызықшылық тойға жете беріңдер. Ел тыныш, иманымыз көп болсын. Ай бәрекелді, бұл кісілер негізі сізді бас жағына болып болған. Мен просто өзім байқамай қалдым да жаңағы. Бірақ мынау апан андай бар ғой. Мынау қарасаңыздар, мынау эстрада жұлдыздарын қарасаңыз, бірінші ана Россияда да тату, блестящий дегендер сөйлейді, майда шүйдер. Одан кейін соңынан шығып Филипп Киркоров Алла Пугачева бөлек айтады. Яғни авторитеттер кішкене біраздан кейін сөйлейді. Содан еске беріп отырмыз. Дегенмен апажан, мынау енді сіздің де құдай қаласа немере шөпшектеріңіз басыңыздан асып кетсін. Сізге жамандық ойлағандардың бәрі сізден айналып қашып кетсін. Құдай қаласа мына тамыз айынан бастап пенсияңыз $2000 асып кетсін. Жете ме $2000? Жетпесе қолға үшін бересің бе маған бәрі? Ал ары қарай ғана кейін айналайын тәтежан келбетінен, сізде сұлу көрініппін жер бетінен, сізде сүйген жігітте арман бар ма? Сәнсіз ғой кинодағы Мариса, бәрі тербетіге деп қойған. Қос апа, тойларыңыз құтты болсын. Бағанан бері жақсы тілек те, ниет те айтылып жатыр. Сол тілек ниеттің барлығы қабыл болсын. Екі кішкентай үлкен азамат болып, соның қызықшылығын көріңдер. Ары-қарай келіп, көктемнің көкке біткен қайыңындай, кеспей ешқашанда қайғы мұңғай, көрмеді қой ешерден жайды мұндай, тұрысынан братан айналайын, үйірдің азнаған айғырындай деп қойшайды. Рахмет. Құда кім? Ереке, Бекмұрат, құдалар, құдағи, мынау тойларыңыз құтты болсын. Мынау кішкентайлардың, мынау кесілейін отқан тұсауы мықты болып, ертең өскенде үлкен азамат болсын, еліміздің азаматы болсын. Сол тілек. Бәрекелді құдеке, тамаша. Осылай қысқа нұсқада алағай деген бар ғой, сыраға бол сыйға сый. Ал қанекей стакандарыңа арақ құй. Ақ тілекті айтқалы тұр мінекей. Айнұр деген сеньорита құдағи. Бекмұрат, Гүлназ, Қайлап, Ұлпан, мына балдарың бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, еліне елеулі, қалғына қалаулы, ол қыз болып өссін. Мына үлкен әжелер сияқты ақ шашлы, ана ақ сақалды ата болып өмір
Mirastың жаңағы кішке тойына келейік. Не айтамыз, 2 жас, 3 жас, 4 жас келе берейік. Бәрімізге жұғысы болсын осы той. Бәрекелді, айнұр құдағи, тойда жүрмекші жасайды, ана баян олмадыға. Бәрекелді жүрмеріңіз осы тек қана қуанышта келсек, алағайын табақпенен қазан дос, адамменен стакан дос, осындай қонақтардың сөзі үшін көтерілсін осы тоз. Ашы шек, тоғы шек, остановка кеңірде, қайда барсаң, онда бар деп, алдарыңыздан алып қойыңыздар, артынан жеңгеш салаттан ауыздарыңызға сап қойыңыздар. Олар болса қазір біз тамаша бір бұт-шыт бейбелеп жейік. Ал кеттік маэстро. Танец жобана дейміз. Сөзді қазы деп білген, қазақ тарқандығын қаласында өлшеген, қазақ тарқамес, салт дәстүрге бағған еліміз. Олай болса қазақтың салт дәстүрі бойынша бір жасқа толған баланы тұсаукесер, яғни тұсаукесер рәсімін бастауға рұқсат етіңіздер ағайын. Өтірік болса да бір қошеметтеп қойыңыздаршы. Олай болса бүгінгі мирас ұлымыздың тұсауын кесетін нағашысы Баязит Бақытгүл және Жасменнің нағашысы Сабыр Абден Гүлі нағашыларын кәдеге шақырамыз, келіңіздер. Баязит Бақытгүл және Сабыр Гүлі. Келсеңізші мына жаққа. Мирастық емес пе сіздің? Жоқ. Бізге жаңағы мирастыққа Баязит Бақытгүл, мирас деп берді ғой. Сіздер ма келіңіздер? Ағайым, шапалақ деген ұрып отырамыз қазір. Шапалақ ұрып отырайық мінекей. Ағайымай ұрып отырыңыздар, осындағы жерде берейік деп мінекей. Түсінбей жатыр мирас, не болып отыр? Непонятно болып отыр. Мінекей. Мына халықтың бәрін бері қарай жинастай, мынау неме ұру-дұру. Бәрі мына жерге жинастай, сосын бәріміз көрейік та. Сөйтеміз ба? Иә, сөйтпесе болмайды, не бұл мынау бәрі әмші өнеттен. Кескесін жүргізбей ма? Иә, жүргізбей ғой. Ал енді мына... Мына халықтың бәрін бері қарай жинастай, мынау неме ұру-дұру. Бәрі мына жерге жинастай, сосын бәріміз көрейік та. Сөйтеміз ба? Иә, сөйтпесе болмайды, не бұл мынау бәрі әмші өнеттен. Al енді мына мирас, Bismillahirrahmanirrahim. Маған Айналайындар бірдеңе қыстырып отырыңдар. Бұл мирасты жай кестіріп атқан жоқ, бұл бірдеңе бермеді кестіріп атқан. Ай, бәрекелді. Рахмет. Нормально ақша жинап алды, мирасы? Осындай кезде менде тұсауын кесіп кетеді. Тұсауын кескен жаңағы бірақ студенттер болғаныңызға алып қаламыз. Енді мирастың нағаштары ғана келіңіздер, мирастың Сабыр Гүлі деген кісілер. Бір екі-үш жерге орамыз. Қойған жерге қойсаңыздар. Мына жер аққа қойып, әдемі. Апам мырзам қазір маған тағырын, нәм жинамайсың қалып деді. Жасмина, енді мына таудай жүгіріп тауға жетіп, аспандағы айымдала өтемін. Мына елдің, халықтың қызсын ғой, жеткізбес күнге. Ғана кесіп қойып. Шапалақ орындаған осы жерде ғана шапалақта қойып. Жасмеке халқы бірдеңе ақшадарыңызды бірдеңе бәріне қолға жоқсам берасың. Шапалақ болып кеткен жоқ, құлағына қыстырып қойып.
Olsun da birlege bol. Günümüzde Ya, sağ ol. günümüzde Aha. Kelingizler, ha? Mынау кішкентай атымыз мынау ыстығы. Мынау күздігі, жаздығы. Не кетті? Мынау барабан ойыншығы. Ya, көктем десе лайықты оны. Өйткені ішімізге болды, көктем күтіп тұрып ішінге жоқ сияқты. Мынау анасыныкі, еңбек ананыкі. Ай, бәрекелді. Жаңағы Жасминге подарка. Ай, бәрекелді, Жасминге де беріп жатыр екен. Ол қандай ол жаздық па? Айтып тұрсыншы. Жаздық, аха. Мынау екі күйеу балаға, екі да балаға. Ағын ек бет екен. Енді үлкен атымызды береміз. Атыңыз точно бар ма? Ай, бәрекелді. Шапалы бір қойға қайын, мінекей. Бәрекелді, рахмет. Ай, шапалы. Siz bana adresini gelmişse, ben bunu avtobüsüne şaklayayım size. Көп нәрсе айтып тоқтайындар қарай. Сіз тұрмыз, ол күттік қой. Бармайдым сұрап ыңғайсыздап тұрмын. Енді біз ыңғайсызданып шыққан жаңа апалар сөйлеп жатыр ғой. Несі деп, біз енді құда болып келеміз бұл кісілерге негізі. Сіздер айып етпеңіздер мына үлкен апалар. Біз мына Жасмин енді Алматыда болғаннан кейін енді машинасы үйі өзіміздің атымыздан. Біз анандай мынандай әкеліп бермейміз Алматы болғаннан кейін. Так что ренжімеңіздер, үйі машинасы өзіміздің атымыздан. Сауы кем кесілсін. Бәрекелді. Жасминдегі Алматинский вариант болып көрінішті. Үйде дейді ғой барлық, ал, сіз. Сол кескен адамдарға біріншіден көппен алғысымызды айтамыз. Рахмет, мынау қаяққа бата жүрмейді дейді, кішкене сый сияпатымыз бар. Жеңгеме алтын жүзік қолына. Сол шападым да жатыр. Ай, бәрекелді мінекей. Ал, жеңгеміз қанекей алтынмен атты күміспен қақтай қазір болсын. Шапалаға қай қошылмайды. Ойбай, жеңгеміз қол толды ғой. Тағат жер жоқ қана жерде. Ай, бәрекелді. Енді рахмет. Жасминнің мамасына берейік. Кішкене сый сияпатымыз бар, жеңгеме жүзік және шапан. Бұл кісі көп рахмет айтам, ол жеңгем сияқты ағаша жүгіріп тұрмай жүрсін деп. Ай, бәрекелді. Шапалаға қай шапалаға қанекей. Ал ағайын болса, мейлі 13, мейлі 103, өз озаңды білігіш, орыстарда десе антракта, қазақтарда дедеген үзілісті ордаға бір 27 минуттық үзіліс жариялайық қанекей. Баршаңызды ордаға биге шақырамыз. Luna, mamma, mamma Maria, 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 mamma, Здравствуйте, наши дорогие гости, прозвучит замечательно восточная грозотворушки, восточный танцует танец, вышла торжество, поехали веселее.
Öyle şüreyli dondan şahı diye bu hayat Süsle olmayı duvar olmasa Oy fırmay sol kızday Aradan göz bulduday Oyna batı sonra sol kolda Jalan oldu jol kolda Dostlarının yüzündeydir oy bulda Oy fırmay sol kızday Aradan göz bulduday Oyna batı sonra sol kolda Jalan oldu jol kolda Dostlarının yüzündeydir oy bulda Sen olmasan men жалғыз дала кезгем Аса болсам жанымнан сені іздедім Sen olmasan men жалғыз дала кезгем Шуағындай көктемнің күніндегі Маған қара көздерің көлемдегі Олаудағы құйылар кәусәр бұлар Ән салғанда сыңғыра үніндегі Ақшыл болып жүректер бала кезде Сырым үшін тұнжылау тана көзде Аса болсам жанымнан сені іздедім Sen болмасаң мен жалғыз дала кезгем Аса болсам жанымнан сені іздедім Sen болмасаң мен жалғыз дала кезгем Sen olmasan men жалғыз дала кезгем
Қазанға қой асылып той асылды, қазақтың кереметі емес пе бұл? Алдымызға әкеп жатыр барасылды, жүздеріңізден көрішуақ ағайын, атып жатқан жаңының таны арайы, тойларымыз құтты болсын атана, тойларымыз құтты болсын ағайын, ақынның шарықтасын асқағаны, адамзаттың орындалсын бар арманы, ағайын жолменен бұрынғының, отырмын осы кешті бастағалы, толқыды талай нәрсе ойымызды, сөйлейміз шақтап қана бойымызға, жиналы біздер келдік той иесі,
құтты болсын айтқалы. Тойыңызға деп тойларыңыз құтты болсын деп бір қосақ қойышқан екен. Мына жақта ағаларымыз шапалақ ұрмай отыр ғой. Той құтты болсын деген кезде ұрмаймыз ба? Былай келсек онда ағайын. Қазір кім-кім шапалақты аймай ұратын болса, мынау Қазылауда жүрген шықты ғой, телевизордан көрсетіп жатыр. 156 миллион отқан адам. Сол сияқты миллион отып миллион беріп көтіңіздер. Шапалақ ұрғандардың күнде таң атпай үйлерінде доллар кіріп кіріс кіріп отырсын. Кім-кім шапалақты аймай ұратын болса, Құдай қаласа мына Алматының қақ төрінен 20 сотық жерді тауып алсын. Кім-кім шапалақты ұрмайтын болса, онда тұрып жатқан үйлеріңді біреу тартып алсын. Құдай сақтасын. Кім-кім шапалақты аймай ұратын болса, Құдай қаласа биыл ұл қыздары, қарындастары, бауырлары, немерелері грантқа оқуға түсіп кетсін. Кім-кім шапалақты ұрмайтын болса, онда грантта оқып жатқан ұл қыздардың гранттары күйіп кетсін. Кім-кім шапалақты аймай ұратын болса, Құдай қаласа мына қыздарын, қарындастарын, сіңілдерін жақсы жерге ұзатып, ұлан ғасыры той жасасын. Кім-кім шапалақты ұрмайтын болса, онда қыздары Африкаға кетіп артынан бармай қалсын. Ал кеттік онда іштегендер. 1, 2, 3 шапалақ әнеге. Бәрекелді. Ой, біздің қазақты өстіп мақтап шапалақ ұрбасам ұрмайды отыра береді. Деген мына сұрабаға шапалақта кайып болмайды дейді ағайын. Мына бір күні бір кішкентай бала жерден жетіп қондай мамасына кетті. Мамау, мен қайдан пайда болдым деп. Сөйтсені мамасы ұрысып жатыр дейін, ай жүгірмек айтпа, ол жаман сөз ұят болады, бір әкенен сұра деді. Жаңа бала папасына келеді, папасына келіп айтып жатыр дейді, бала, папа, мен қайдан пайда болдым, мен мына өмірге қайдан келдім, мен вообще қаяқтан шықтым деген ғой. Сөйтсе папасына шаршап кеткен болса керек, балам, оны саған кім үйретті? Мектептің мұғалімдері үйретті ма? Жоқ аулада жүрген кішкентай жүгірмекке үйретті ма? Айтпа десе бала қоймай дейді, папа, пожалуйста, өтініш айта салшы деді. Сөйтсе әкесі жарайды балам, айтсам айтайын. Мына үйдегі тамақ ішкен тарелканы білесің ба? Сол тарелкеге мамаң бір түкірді, мен бір түкірдім. Сөйтіп үйдегі диванның астынан қойып қойды. Сол түкіріктен сен бір айдан кейін пайда болдың депті. Оны естіп алған жаңа кішкентай бала көршінің бір 3 оқитын Эльмира деген қызды қуып жүр дейді. Ана Эльмира қайдан білсін 3 оқиды, оған түкір дейді, ол қыз қашады. Ана бала артынан қуады, екеуі бір-бірін айналып қолап жүр дейді. Bir кезде әбден шаршаған 3 оқиды Эльмира құрсыншы деп тарелкеге бір түкіреді, жаңа бала бір түкіреді, сөйтіп диванның астына апарып бала қойып қояды. Енді әкесінің айтуы бойынша бір айдан кейін түкірген бала пайда болу керек, бірақ енді кішкентай ойын баласы емес па? Ұмытып кетеді. 1 ай өтеді, 2 ай өтеді, 3 ай, 4 айдан кейін баланы есіне түседі. Ой, менің балам не болды екен деп. Сөйтіп жүгіріп келіп диванның астына қараса, диванның астына бала емес, бір таракан жүгіріп дейді. Жаңа бала қуанып кетті, әкесіне келді. Әке, міне сіз бүгін ата болдыңыз, мен әке болдым. Келіңіз екеуміз отырып жуайық десе, әкесі айтады, айналайын балам-ау, бұл деген бала емес, бұл деген таракан, насеком, тарағап далаға апарып мыжып өтіртсе десе, бала насыбай кетті. Папау, қимайды екенсің, іштен шыққан шұбаржыдан ғой деген ақыл. Мына бір адамымызбен әжеміз бір қатты қысылып кетсе керек еді, атамыз апамыз. Сөйтсе кризис қой еді. Атамыз жалғыз қой мал базарға алып шықты. Сонымен атамыз отырып таңертең сағат 9-да барған, кешкі сағат 5-ден қой өтпейді, свежий қоламыз, свежий қой дейді, ешкім жақындамайды. Сөйтсе сағат 5-6 кезінде өзі сияқты бір замандасы кетті. Ойбай, бауырым-ау, мына қой немене сүмірейіп тұр ғой. Ауру қой ма десе, жаңағы атамыз айтады дейді, ойбай, бауырым, замандасым, бұл қой ауру қой емес, бұл қой бүгін мал базарға бірінші шығып тұр, содан басқа қойлардан ұялып тұр деген. Ал мына апамыз болса, үйіне келіп Құдайға хат жазып отыр дейді. Құдай, сен маған бір 2000 теңге қарызға берші деп, ақпаратқа жазып, самолет істеп ұшып жүрді. Сөйтсе жаңағы самолет хат бір гаишник бар шекесіне барды дейді. Содан гаишник ойбай, маған хат келді ғой деп, ішін ашып оқса, ішінде Құдай, сен маған 2000 теңге қарызға берші деген жазып отыр дейді. Енді жаңа гаишник қалтасына қарайды, қалтасына 2000 емес, 1000 жармақ теңге ақшаға. Қалған әйелеп кеткен ғой енді. Сонымен егер гаишник жаңа апамыздың адресі бойынша үйіне барады, сөйтіп апамызға беріп жатыр дейді, апау, міне ақша сұраған екенсіз, міне 1000 жарым теңге деп апамыз қолына ұстады. Енді апамызға ой кетеді, ойбай мына Құдай деген рахат екен ғой мына Құдай. Енді бір Құдайдан бір 5000 теңге сұрайыншы деп, тағы да ақпаратын алып, Құдай, енді сен маған 5000 теңге қарызға берші, бірақ беретін болсақ өзің үйге прямой әкетсе, ана гайға берме, гай 500 теңгесін ақап деген. Мына бір обалгай болса керек, гай демекші. Обалгай болса керек, трассаның гайы. КамАЗдарды 2 күн қырып тоқтатқан жаңа гаишник 3-ші күні үйіне барып құлап түсті. Енді түнгі сағат 2 болса керек, жаңа гаишник шошып оянды. Ойбай, КамАЗ кетті, тоқтат, ойбай десе, қасында жатқан әйел айтады дейді, жат, ол пустой КамАЗ, ол пустой.
мынау қазақтың мақал мәтелдері дейді. Қазақтар өздерінше орысшаға аудармады дейді. Мынаны енді бәріңіз білесіздер ғой мектепте. Мен едім, мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім, Исатайдың барында, екі тарлан бір едім дегенде былай деп аудармады дейді. Это я, когда я в нары не ходил, бордың бы, когда с Исатайым бы, вообще оборчал дейді. Ақ сиса, қызыл сиса, қалмайды кімдер жаяу зорлық қылса, Шорманның Мұстафасы атандалып, сол себептен атандым жаяу Мұса дегенде, белый сиса, красный сиса, ай сиса, не осталось кто-то издеваться, Шорманский Мұстафа лошадь забрал, поэтому называлась пешком Мұса дегенде. Айдағаның бесешкі, ысқырғың жел жарат дегенде, гонишь 5 козел, орешь как осел дегенде. Бала шағаның қызығын көр дегенде, дети, концерт смотри дегенде. Еркек тұрып әйел сөйлегенде без дегенде, когда мужчины разговаривают, женщинам тихо дегенде. Сол сияқты отырып дейінетіміз арқай жалғастырайық, сөз кезегін Бекмұраттың бажа балдыздарымен алмастырайық. Олай болса, Батырхан Айгүл, Айерке, Айгерім Қарлығаш және бөлелері Нұрлан, Гүлмира, Самада тоғанақтарымызды шапалақтың шаттығымен, музыканың ырғағымен шақырамыз келіңіздер қанекей. Бажа балды және бөлелер қалына. Көп адамды айтып едік, ағажанға өзіңізден бастайық қанекей. Бұл кісіге микрофон берсем ұстайды екен, дауысын ешбір қыспайды екен, ағамыздың бүкшесін қарасам, бұрықтайын шауын деген аумайды екен деп бәшірді. Түнде жанған Алматының шоқтарындай, Қабанбайдың қолға ұстаған шоқпарындай, томпиған бетіңізден айналайын, күлген өскен қаракөлдің қошқарындай деп байық. Құдағи, тойларың құтты болсын. Бекмұрат, Ерболат, қыздарының, ұлдарының тоқызет той құтты болсын. Олардың қызықшылында бәрін әрқашанда үшірдеміз ғой. Осыдан бастап ары қарай өстіп жетілгенше ұзақ өмір жасап, олардың қызықшылығын бірге көріп атқара берейік. Мәден құтты болсын. Ер азамат, үлкен қыз болып, ата-аналарының өмірге берсін. Ал апамнау бүгін болып жатқан тойларыңыз құтты болсын. Осылардың қызын көре беріңіздер. Мынау Бекмұрат, Ерболат, Гүлназ, Ұлпан, мынау бүгін кішкентай екі Мирас пен Жасминнің тұсаукесер тойы болып жатыр ғой. Тойларың құтты болсын. Мынау алғашқы қадам басқан той құтты болсын. Дендері сау болсын, ауырмасын. Мынау алдарында ойнап көріп жүре берсін. Әрқашанда соның қызығына тоймай жүре беріңдер деймін. Бағанан бері жақсы тілектер айтылып жатыр. Соның бәріне періштен құлағына шалынсын. Дейміз той қаласын. Ал Беке, Гүлназ, Қонжыңбайдың туған құтты болсын. Құда осыдан сіздердің де қыздарыңыздың туған құтты болсын. Осының атсалышы той болады, той боласын, белдеріңіз сау болсын. Осы үлкен отырған аға жеңгеміз бар, апаларымыз бар, аталарымыз бар. Осы сіздердің қызықшылығы қайтыр. Қызықшылыққа тоймай, тойға той болсын. Кішкентайлар көйе берсін. Қойыңызшы. Сөйледі отыр ғой жерге. Ал онда сөйлемесеңізге бір сұрақ қойайын. Мына қыстың сәні не? Қыстың сәні. Бәрекелді, меніңше де қыстың сәні қар сияқты. Қыс өмір тар сияқты. Томпиған фигурымыздан айналайын. Томпитіп білеп болған шар сияқты ешкімді. Кеш жарық тойға жиналған көпшілік қауым, үлкен алыстан ат тартып келіп отқан апалар, немерелеріміздің тойлары құтты болсын. Немеренің шөберенің қызығына тоймай, аман-есен жүре беріңіздер. Гүлназ әпше, аға, Ерболат, Ұлпан, ол қыздарымыздың тойлары құтты болсын. Кішкентай алғашқы өмірге аттаған қадамы оң болсын. Жасына жас қосып,
Сіздердің көз қуаныштарыңыз болып, алдарыңызда ойнап күліп, аман есен өсе берсін, тек қуанта берсін. Сіздердің семьяларыңызға бақыт тілеймін. Сол үшін мама папаның артынан подаркымызды тапсырамыз. Ай, бәрекелді, қазір музыкамен тапсырамыз. Ары қарай қандай кейін баласыздар ма? Бөле. Ау. Беріп тұр ана микрофондан нағылай. Ал, қарағаштан бастаймыз ба? Қыз дегенің әдемі ғой, балдарығай. Қыз көрсе, қуанамыз, біз бейшарай. Қарағашты фигурасынан қарап тұрсам, тура тартатын ойнайды, гитараны айтып қойшы. Әжесі, ойнап күліп жүре берсін, бала шағаларыңызды қызықшылығын көріп, сіздерді ойнап күліп жүре беріңіз. Ал Гүлназ әпше Бекәуге бүгінгі мирасын тұсаукесері құтты болсын, және де Жасминнің тұсаукесері құтты болсын. Екеуінің жұмыр жасы ұзақ болып, тек қана ата-анасының сүйікті қыздарының ұлдары бола берсін, ешқашан да жамандық көрмесін, тек қана осындай қызықшылықта кездесе берейік. Бәрекелді, рахмет, айқаты ниеттеріңіз қабыл болсын. Олай болса, музыкалық сессия батырыңызды тапсырыңыз берем, музыкалық қошеметпен. Енді сіздер билетпен қой, жаңағыда билетіңіздер ғой. Сессия тапсырып, енді дастархан бастарға жайғасайық. Қазір Бекмұраттың Астанадан келген ата-әжелерге көтерілген. Олай болса, қаршылығыңызға шыққан екен. Ренжі болдық дауыс бермейсіздер. Астанадан келген бүгінгі тойлердің ата-әжесі. Темір, дұрыс қойын баласы емес па? Әй, көрсен анам айдамайсың ба? Не болды ал енді? Ой, қанша темір, қанжақа, астана деген асқала. Кетемде темір, кетте. Ой, көрсен бұндай асқала. Hey!
махаббатымның аршыға қалғанын қарашы. Жетісіген аршыға махаббатымның атасына мың әлі. Құрысын. Қайдан табады екен ба? Қайдан табады екен? Қайдан? Албасты шал десе оңбаған. 70 жыл одан да сұлық менімен. Айналадағы бір орысты көріп, қарына жүріп өткен албасты. Албасты десе. Мынау менің кемпірімнің даусы ғой. Кемпір? Дауыс қайдан шықты? Айналайын кемпірімнің тұрысын қарасайшы. Кемпірім менің. Айналайын жаным, сағындым ғой сені. Әй қызы да ұрсын, басқасы да ұрсын. Кеш айналайын, бір құшақтайыншы жаным менің. Оппа! Ой, кемпір! Жазығым не? Кемпір сол жүргім не? Сағын кеттің деп қояды ма албасты? Ей шал, саған деген махаббатым уже кончилась. Есігіңді сопақ бас. Маған жақындама атай деп 60 метр. Кім о десе? Кемпір, кешірші мені, қойшы енді. Не десем екен, не десем, өзіңді іздеп мен жүрсем. Қиналдым кемпір, сені іздеп, бір жолға мені кешірсейш. Ойлайсың ба, кемпір, ойлайсың ба? Жаралсың, ойламайын сені, ойлайсың ба деп қойып, не ойлаймын сені албасты десе. Қазіргі жылдарға баршы сен көрмейді, қойыңда жатпалық деп сені. Орыс қызды көріп, есің кетті шал соған. Зачем мен саған жауны ба? Адамбешілік жоқ. Қарамадың шалау, жұлқысам да сен маған. Пазарым шықты ғой, пазарым шықты менің. Бірге өмір сүрген кемпіріңді қиғам, кетіп қалдың орыс. Айтшы қане маған, мықты болсаң шарақ, осы ісің дұрыс па? Кемпір, айналайын жағалайын, мені жоқ сүрмейтін тияқ жоқтайын кешіршін айналайын. Енді қайталамайын кемпір, енді қайталамайын. Қызы да құрсын, басқасы да құрсын. Қайдақшы, астан-асты болсын, ауылға кетекші кемпір. Кетекші ауылға. Ай, не бар ей. Кешірші кемпір, кешірші. Өкпеңді мен үшін өшірші. Қыздарға енді бармаймын. Түсінші кемпір, түсінші айналайын. Қазір тұратын ойланып көрейін. Ойлап кешір. Бұған бірін жақсы көремдесің. Ойбай бір түрі сападын ғой. Бірақ қазір айтқан 30 ұлым болғанша бір ауырайымыз тұратын шалым болсын деген. Қандай жанын тұрысы қараш сұлу ғой сұлу. Шал! Кемпір, не? Ештерінде не деп қоя қалбасты. Бірақ жаман жақсы көрттім. Қоятын естімеген. Абылай сәкіш. Сен деген жаман қоя. Сен деген шал. Мен сені кешірдім шал. Аққұлым менің. Алғым менің. Бұлбұлым менің. Әндігім менің. Көйлегім менің. Сүмелегім менің. Шал, егерде тағы бір қыз келе қалса, не істер едің? Тек өзімді құшағыма құшар едім, бұған қарамас едім кемпір. Қызым тоқтай, қызым ай, тағы да кетай, қызым тоқта, кемпір дұштай, қызым ай. Бақтым де қарсы мен. Ойбай, ойбай, үйлерінде мынау шалым күйдірді, ойбай, бұл қандай көрсеткен еттен жинағанын жалына. Бақтым де қарсы мен, ойбай, бақтым де қарсы мен. Қыз көрмеген оңбаған десе. Албасты, мен сара шалма дегенді көрсейін, папырау бейіңмен қосып қазір сенің бұтшын шығарайын алмасын шығырмек десе. Не саран? Оппа!
Oradaki men şalma gelesin mi? Almasa türün kursun senin tokka tıskıranmış kısağın albastın. Çok başka. Endi gelmemiş ağza başka. Net. Oy boy, net dep koyduk qarabı. Men sana ko'rsatayım. Ey dağılsın kursun senin şiirin dağılsın sığar albastı. Oy bir may, bir Astanaga gelemden 70 yıl vatandaş boğan şalımın ajrastıdığı şamalak kaldı. Hay Xuday saktasın. Ağayın, bayağıda aydışı edi. Koynundağı ayılını sen bedi. Çok, nabarat koynundağı şalını sen bedi. Bırak benim şalımdan ayım yok. Hazak aytkan, kana közün siz ve sen bakacağınız beydidir. Koy, o ayıldır. Erkektin ağır söylegenine könümdür. Sen artık getse keşirindir. Koş. Başka araz börküne avga varıklarımız. Şal. Kel bere. Barışaksa kel berenin köngül göstergesin ha. Aldanыңызda Астанаға келген атамыз бен әжеміздің оқиғасы. Bir қош өлтіп қойыңыздар еді, өнерді ұлдарымызды көрмеген. Ағай олы болса бүгінгі Қарпақ мейрамханасы дайындаған алданыңызда баранина вертелі тағамын қабылыңыздар ағайын. Қошербек шапалақ ұрып отырыңыздар. Бүгінгі Қарпақ мейрамханасының бас аталығына шыққан алданыңызда баранина вертелі тағамы. Қошербекпен қарталықтар. Herkese şapalar olur mu zaten o şeyde? Osman'a 18'de şapalar sen o şeyde. Şapalardan sayılmazdır. Bugün bölümdeki Kartal Meyranxanasının baş atlarına şaşlar. Barayana getiri. Sılay kapılarına giyin. Kamala ormanlarının қазір алма аппарат ұрмағандар үйлері бар тексеріп отырсың. Олай болса енді бүгінгі тойымызға тағы да шашу ретінде келіп отырған алдарыңызда мемлекеттік гүлдер ансамблінің әншісі алдарыңызда Сағат Әлбекенов. Қарсы алаңдар ағайын.